Мына мантының қамыры жұқа, іші өте шырынды, ал дәмі ерекше болып шығады. Бүгін сіздермен үй жағдайында нағыз дәмді ходжели манты дайындаймыз. Ең бастысы мантының іші құрғақ болып қалмау үшін бір кішкентай әдіс қолданамын. Соңына дейін көріңіздер, сол әдісті міндетті түрде көрсетемін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін дастарханға ерекше өте дәмді ходжели манты дайындаймыз. Қамырынан бастап фаршын дайындау, мантыны әдемі түю және дұрыс пісірудің бәрін асықпай бірге жасаймыз. Егер сізге үйдің дәмі ұнаса, видеоны соңына дейін көріңіз және арнама жазылып кетіңіздер. Ең алдымен бірінші бір шай кесе суымызды құямыз. Сосын барып тұзымызды саламыз. Мантының жақсы шығу үшін тек фаршқа емес, қамырына да байланысты. Қамыры тым жұмсақ болса, түю кезінде жыртылуы мүмкін, ал тым қатты болса, жайғанда қиын болады. Негізі жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Мен жұмыртқа қоспадым. Енді жақсылап тұрып араластырып аламын да, үстіне ұнымызды саламыз. Онды електен өткізіп салсаңыздар, қамыры өте керемет болып шығады. Міне қамырымыз біркелкі, қолға қатты жабыспайды. Енді қамырды жақсылап илеп, бетін жауып, біраз тынықтырып қоямыз пакетке салып. Енді мантының ең маңызды бөлігі ішін дайындаймыз. Мен фаршты дәмді әрі шырынды болуына ерекше мән беремін. Ең бірінші мантының шырынды болу үшін пиязды аямау керек. Пияз неғұрлым дұрыс мөлшерде болса, мантымыз да іші де соғұрлым шырынды болады. Дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Ходжели манты деп осы фаршын аз ғана жайып салғанды ходжели манты деп айтамыз. Фаршы кішкене, пиязы көптеу болады. Мен сосын бетіндегі подливіне сразу дайындап қойдым. Бірінші пияз турап қойдым. Сосын барып, сәбізді турадым. Сәбізді ұзынша етіп турап аласыздар. Міне осылай. Сосын барып, қызыл болгар бұрышын турадым. Ұзыншалап. Міне енді фаршқа тұз саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Менің фаршыма байланысты салдым. Сосын барып, кішкене сұйық майдан қосып жібердім. Өйткені менің фаршым майлы фарш емес. Сосын барып, жақсылап тұрып пиязды қолмен мұжып аламын да, фаршпен бірге барлығын жақсылап араластырамыз. Міне, фаршымыз да дайын болды. Енді ең қызықты бөлігіне мантыны жаюға және түюге көшеміз. Мен қамырды тағы да бір рет илеп қойған едім. Қамырымыз жақсы тынықты. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Мен бөліктерге бөлген жоқпын. Өйткені бір зуала жасаған едім. Мантының қамырын тым қалың қалдырмаймыз. Бірақ өте жұқа етіп те жібермейміз. Себебі пісіп жатқан кезде қамыр жыртылып кетпеуі керек. Енді осылайша үлкендеу етіп кесуге дайындап, сонымен тураймыз. Міне қамырымыз дайын. Енді фаршымызды саламыз. Фаршты салған кезде осылай аз-аздан жұқалап жайып саласыздар. Сол үшін бұл ходжели манты деп аталады. Ал енді мантыны түюді бастаймыз. Егер сіз мантыны әдемі түйе алмай жүрсеңіз, осы жерге жақсылап назар аударыңыз. Алдымен ортасын бекітеміз. Содан кейін екі шетін біріктіреміз. Міне осылай әдемі пішін шығады. Біріншісін асықпай жасап алсақ, қалғандарын түю әлде қайда оңай болады. Мантының бәрін түйіп болдық. Енді ең жауапты кезең пісіру. Бір-біріне жабысып қалмас үшін араларына осылай аз-аздан сұйық май, пісте май жағып шығамыз. Міне барлығын ыдысымызға салып болдық. Енді қалған майды осылай үстіне
жағып шыға саламыз. Міне, сіздер көріп тұрғандай дайын. Енді мантымыздың бетіне подлив жасайтын боламыз. Табамызды қыздырып алып, майымызды құйып қыздырып алып, бағанағы пияз, сәбіз және қызыл болгар бұрышын барлығын бір дестен салып араластырып, көп қатты қуырмайсыздар. Аз ғана осылай араластырамыз да, сосын барып үстіне, міне қуырылып болды. Енді үстіне қалауларыңызша тұз саласыздар. Менде томат тұздығы қалмаған еді, сондықтан кішкене ғана паприка салып жібердім. Қызару үшін, міне, қызару үшін паприка салып жібереміз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз да, үстіне суымызды құямыз. Судың көп құюдың қажеті жоқ. Шамалы ғана құясыздар. Сонымен астын жай ғана қойып, осылай укроп салып жібересіздер да, сонымен қақпағын жауып қойып қоямыз. Қандай керемет! Мынаған қараңыздаршы. Міне бүгінгі ходжели мантыларымыз дайын. Қамыры жұмсақ, іші шырынды, өте дәмді болып шығады. Егер сіз де осындай манты дайындап көрсеңіз, міндетті түрде пікірге жазыңыз. Видеоны ұнатсаңыз, лайк басып, арнама жазылып қойыңыз. Ал келесі видеода тағы да дәмді әрі оңай рецептпен кездесеміз. Ас болсын. Ал достар, көптен күткен сәт келді. Қазір мантымыздың қалай шыққанын бірге көрейік. Өте дәмді. Сөзбен жеткізу мүмкін емес сіздерге. Рахмет көп-көп.